Қайырлы күн достар, бүгін өте керемет дәмді болып шығатын булочки с вареной сгущенкой дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, бетіне ашытқымызды салып араластырамыз. Кейіннен үстіне қантымызды салып, тағы да қантымыз ерігенше араластыруымыз қажет. Сұйық май құямыз. Бір дана жұмыртқамызды жарамыз. Тағы да араластырып жібереміз. Кейіннен разрыхлителді және ванилинді салып, тағы да араластырып, ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Ұнымыздың басы біріккеннен кейін бөлме температурасында тұрған сары майды, не болмаса сапасы жақсы маргаринді салып, және бір ас қасық уксусты, 6% уксус болу қажет, жақсылап барлығын араластырып, қамырымыздың иін қандырамыз. Қамырымыздың иі қанғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді булочкамыздың түйеге кірісеміз. Дәл осылай бірдей бөліктерге бөліп аламыз қамырымызды және әр қайсысын бір дөңгелетіп шығамыз. Барлығын дөңгелетіп болғаннан кейін бетін тағы да азда пищевая пленкамен жауып қоямыз. Қамырымыз сол кезде тағы да қосымша көтерілетін болады. Енді жеке-жеке алып қамырымызды жаямыз. Дәл видеода да жайып шығамыз. Тым шұқақ жермеңіздер. Енді видеода қылып кесіп шығамыз. Екінші жағына вареный сгущенкамызды саламыз. Және осылай түйіп шығамыз. Сгущенканы алған кезде сапасы жақсы сгущенканы алыңыздар. Менде деп фирмасының сгущенкасы сыртына қарай ағып кетпейді. Егер де сгущенкалардың сапасы нашар болса, сыртына қарай ағып кетуі мүмкін. Сондықтан егер де басқа маркалы сгущенка болатын болса, міндетті түрде шеттерін барлығын жақсылап түйіңіздер. Енді ортасына тағы да қосымша дөңгелек қамыр жайып, қамырымыз басын біріктіреміз. Дәл осылай түйіп шығып, қамырымыздың қалған булочканың ортасына қойып шығамыз және тағы да 20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаның сары уызына азғана бір қасықтай сүтті құйып бетіне жағып шығамыз. Және қалауынша бетіне мак сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 220 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Міне булочкамыз дайын, өте керемет, дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.